Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын татар тәттісі чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, толық қалай жасалатынын сол кезде түсінесіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстінен тұзымызды және де содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырған соң үстінен ұнымызды саламыз. Қанша грамм салатынымызды мен описаниеға жазып қалдыратын боламын. Осылай араластырып, соңында жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Енді қамырымыз дайын болған соң өте жұқа қылып жаятын боламыз. Жайып болған соң, осылай кесіп, қамырымызды кеспе секілді кесетін боламыз. Және де кескен кезде қамырды жіңішке етіп кесуіміз қажет. Сол кезде ол әдемі болып көтеріліп, хрустящий болады. Барлық қамырымызды осылай кесіп шығатын боламыз.
Қамырларымыздың арасын осылай ажыратып аламыз. Қорған кезде бір-біріне жабысып қалмайтындай. Енді қамырымызды қуыратын кезде майымыз өте қызып тұру керек. Сонан соң қуырып жатқанда араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Немесе біреуі пісіп, біреуі піспей қалуы мүмкін. Араластырып тұрсаңыздар, барлығы бір келкі қызаратын болады. Мінекей дәл осылай барлық қамырымызды қуырып шығатын боламыз. Ендігі кезекте біз сиробымызды дайындайтын боламыз. Сироп үшін әселге қантты қосып отқа қоямыз. Оттың астын орташа қылып қойып, шекер ерігенше, сұйық болғанша жақсылап осылай араластырамыз. Дайын болған сиропты чөкчектің үстіне ыстық күйінде құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң формаға саламыз, және де үстін қатты көбірек басатын боламыз. Себебі форманы алған кезде бұлар ажырап шашылып кетпесі үшін. Дайын болған соң оны 1 сағатқа морозилкаға саламыз. Одан соң алып пайдалана берсек болады. Мен бұл жерде сәндемедім чөкчектің бетін. Сіздер неше түрлі жаңғақтармен сәндесеңіздер болады. Мінекей осылай біздің чөкчегіміз дайын болып шықты. Ас болсын сіздерге. Сіздермен болған меруерт. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма лайк бас, тіркеліп қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Отбасыңызға жасап берсеңіздер, өте керемет болып шығатын тәтті түрі жасап көріңіздер.